жігіттер, міне ибермеге алдық. Та неге алдық анау? Албен деймін. Сосын өзімнің мелімді алдым ғой. Пока сіздер айтқан витаминді алғанша. Кормовой мел 6 кг, 3 кг бір пакетте. Кегелі көркем қала, көрмегендер үшін. Өзен деген міне. Қалайсыз жоқты? Біз жоқ, сүйіміз ғой ағыт. Мән ғой. Арғымыз, қадық, осындай болады онда. Ассалаумағалейкум. Кеше шротты көрсетші деген міне. Шрот. Мынау мақтаның бір бәлесі ау деймін ішінде. Мақта секілді бірдеңелер бар міне. Жүн. Міне. Көрдіңдер ме? Мына біреу менің қолымда тұрған жүн ба, бір бәле мақта ма? Міне. Жоқ. Мына шрот мықты болсын деп қойдың жүнін қосқан ба, ашқазанға барып жақсырақ байланып тұрсын, тезірек артынан шығып кетпесін деп қойдың жүні тегін болғасын. Түсінбедім. Мен негізі сояныкі деп алғам, сояда жүн болмайды ғой. Сонда мақтаның бірдеңесі ме? Сап-сары бәле. Жүн. Жүні бар, бірақ ауыр, жымықтан ауыр. Салмағы жымықтан ауыр болады екен. Бұна өзімна тұрысы 40 килограмм шығады. Кәдімгідей салмағы бар. Арпамыздың түрі мынау екен. Бір өкінішке орай жүгеріміз. Былтырғы жүгер иісіп кеткен. Жаман иісі бар. Енді кебегіміз мындай тұр екен. Жымығымыз, тұзымыз, шротымыз. Енді бізге сода, мел керек. Мел мен сода болса, барлығын бұйыртса араластырамыз. Бидайды соңғы кезде береміз. Бидай бар, бірақ бермейміз қазір. Болды ғой видео, 1 секунд кені ғой. Досым асығыз. Тәмі орамал летте қойғымыз. Орамал емес, адамның көзін шығарама не бәле. Иіп жөндеп қой көрек екен. Болды бұйырса, етілетін жасадық. Не кішкентай жер жасап отырмыз, болды. Сізден хабар күтіп тұрмыз. Так, бисмилля, бұйырса әдемі болды ғой. Өте әдемі болды. Ырзан. Шажадан шыққан жарық жұлдыз телефон қабылдап отыр. Так. Бұйыртса бастаймыз. Бір мөшек арпа ең астына, жүгері екінші, кебек үшінші. Жымық осыншылық бердім. Қаншылық бердің, қанша қосам деп сұрай бермей қайта менен. Мынау міне бір мөшек ашылды, осыншылық бердім. Тұздан мынау жартылай бердім. Кормовой мел мынау 3 кг. 3 кг-нан бір 600-700 грамды үстіне қарай бүйттім. Енді бұны араластырам. Күніге тәке ананы қайтам дей берме, қадағала көр болды. Бұйыртса. Бәрі жақсы болады. Міне, бір шетін мынандай қазып алдым, ең асты арпа не. Өре сары жүгері, үстінде кебек, одан кейін осылай. Енді дәл осы жерге ақырын кертіп отырып, күштілеп отырып араластырамыз. Қалай араластырам деп тағы сұрауың мүмкін. Одан да тіркел жазылып тарқады. Егер толық араласпады десеңіз, ары қарай бері қарай араластырасыз. Одан қарасаңыз міне, бәрі жүр. Жүгері жүр, арпа жүр, жымық жүр, тұз жүр міне. Тұз жүр, жаңағы кормовой мел жүр. Кормовой мел не үшін дегенде, менде түгел арық сиыр, арық бұзау. Соның үшін мелдің құрамында кальций бар. Әртүрлі жемде әртүрлі өзіне керекті азықтықтар бар. Ол аздық етеді. Өйткені бұл күн көрмей тұрады, байланып тұрады, аяқ қол жүрмейді. Соның үшін жүрмей бір орында тұрғандығы үшін буыннан сарсу болады, сүйегінде кальций азаяды. Соның үшін кальциймен жаңағы буынна сарсу байланса семірмейді. Соның үшін байланғандығы үшін кормовой мел беру керек. Енді қымбатырақ витамин алып берсеңіз де болады, бірақ менің қолым жеткен осы. Шықтырдық.
Сосын мынандай китайский албен деген дәрімен 50 килограммға 1 литр дегенді жобалап, онан қайсысын шүрегінде бар секілді. Тірі салмақ 50 килограммға бір таблетка деген жобалап, барлығына салып шықтық. Енді жалғасты 4 сағат ашығады. 4 сағат ашыққан соң барып алдымен су, сосын шөп, сосын жем. Режим солай болады. Дәріленгеннен кейін алдымен су ішу керек. Болмаса қалыпты жағдайда алдымен шөп, сосын су, соңынан жем болады менде бұйырса. Алла қаласа.